сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 54-ші сабақты талқылайық. Сабақтың тақырыбы бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша. 13-ші жаттығу мәтінді тыңда. Астанадан 6 шақырым жерде құлагерге ескерткіш орнатылған. Ескерткіш Астана-Көкшетау тас жолының бойында тұр. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Оған ақан 16-17 жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болады. Енді төмендегі сұрақтарға бірге жауап берейік. Мәтіннен өзіме қандай жаңа ақпарат алдым? Мен құлагерге арнап ескерткіш орнатылғанын білдім. Ол Астанада 6 шақырым жерде Астана-Көкшетау тас жолының бойында орналасқанын білдім. Сондай-ақ құлагердің әйгілі ақан серінің тұлпары екенін білдім. Ол ақпарат маған ұнай ма? Неліктен? Маған бұл ақпарат ұнады. Себебі халқымыздың тарихындағы атақты тұлғалар мен олардың жерліктеріне ескерткіш қою өткенді қадірлеу, құрметтеу белгісі. Өз өлкемдегі ескерткіштер менің өлкем Түркістан қаласы. Мұнда көптеген тарихи ескерткіштер бар. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Әзірет Сұлтан мұражай қорығы, Күлтөбе қалашығы, Түркістан батырлар аллеясы бар және Ұлы Дала елі орталығы. Бұл ескерткіштер халқымыздың тарихын, мәдениетін, рухани мұрасын танытатын киелі орындар. Сөйлем мүшесіне талдау. Бірінші сөйлем. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагердің мүсіні бастауыш. Мыстан құйылған баяндауыш. Бастауыш пен баяндауыштың арасында сызықша қойылмайды, себебі баяндауыш етістіктен жасалған. Екінші сөйлем. Құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Құлагер бастауыш, әйгілі ақан серінің тұлпары баяндауыш. Зат есімнен болған. Мұнда бастауышта баяндауышта зат есімнен болған, сондықтан олардың арасында сызықша қойылады. Құлагер сызықша әйгілі ақан серінің тұлпары болады. 14-ші жаттығу. Сөйлемдерді оқы. Әділет оқушы, Сәуле биші, алма жеміс. Әділет оқыды, Сәуле биледі, алма пісті. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндауышын тауып, оларға сұрақ қой. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндауышын салыстыр. Балалар, бірге орындайық. Бірінші баяндауыштарын табайық. Оқушы, биші, жеміс. Зат есімнен жасалған. Оқыды, биледі, пісті, етістіктен жасалған. Ал салыстыратын болсақ, бірінші бағандағы баяндауыштар зат есімнен болғандықтан бастауыш пен баяндауыштың арасында сызықша қойылады. Ал екінші бағандағы баяндауыштар етістіктен жасалған болғандықтан олардың арасына сызықша қойылмайды. Бастауыш та, баяндауыш та зат есімнен жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Әмір, сызықша, күйші. Алматы, сәулетті, қала. Бұл жерде әмір де, күйші де зат есімнен жасалған, сондықтан сызықша қойылған. Алматыда, сәулетті қалада зат есімнен жасалғандықтан арасына сызықша қойылған. 15-ші жаттығу. Мақалдардың қатесін түзеп көшіріп жаз. Отан, қуат, отбасы, шуақ. Отан, қуат, отбасы, шуақ. Бұл жерде сызықша қойылған. Мектеп кеме, білім теңіз. Астың атасы нан. 16-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып өлеңді оқы. Өлеңдегі сызықшаның қойылу себебін түсіндір. Енді өлеңге тиісті сөзді қояйық. Қасқырдың қаруы тісі, есектің қаруы күші, бүркіттің қаруы тырнағы, ал жыланның қаруы уы. Сызықшаның қойылу себебі сөйлемдерде бастауыш пен баяндауышта екеуі де зат есімнен жасалған. Мысалы, қасқырдың қаруы тісі. Мұнда қару бастауыш, тіс баяндауыш. Екеуі де зат есім, сондықтан олардың арасында сызықша қойылады. Балалар, түсінікті болып жатыр ма? Жарайсыңдар.
осымен берілген тапсырмалар аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.